Сабақтың тақырыбы менің сүйіп тыңдайтын әндерім. Сабақтың мақсаты өлеңді мәнерлеп оқу, әңгіме құрастыру, сұрақтар қоюға дағдылану. Балалар, өлеңді түсініп, мәнерлеп оқимыз. Бірнеше рет қайталап оқимыз. Өлеңнің авторы балалар Сәкен Сейфуллин екен. Үшінші тапсырма Біржан Сал туралы өлеңді түсініп оқы дейді. Балалар, сал деген сөз сәнді киініп, ерекшеленіп жүретін әнші, сері деген мағына береді. Ал балалар, өлеңнің тақырыбы Біржан. Қазақта даңқы шыққан Біржан ақын. Келтірген сұлу өлең сөздің нарқын. Сан топта, сан жүйрікпен жарысқанда, келмеген қапталына ешкім жақын. Көтеріп көкіректі ырғағанда, дауысын шарықтатып шырқағанда, дауысы алты белден естілетін құлаштап домбыраны бұлғағанда. Төртінші тапсырма балалар, кестені пайдаланып, өлеңнің авторы жайлы әңгімелеу. Балалар, сендер өздерің қандай әндерді білесіңдер? Өзің сүйіп тыңдайтын, жақсы көретін әндерің туралы айт.